Саламатсыздар ма көрермендер? Менің Фариза Тойлыбай оқырманым велюр матаны түзу қырқуды көрсетуді сұраған екен. Велюр матаны бір ровный столға жайып аласыздар. Міне сол кезде мата қаншалықты қисық қырқылғанын көрсеңіздер болады. Велюрдың оң жағын астына қаратып қойып аласыздар. Міне сол кезде қаншалықты қисық қырқылғаны көрініп тұр өзі. Бұндай түзу стол үйлеріңізде болмаса, полға жатқызып, линолеумның түзу сызығымен турласаңыздар да болады. Болмаса, ламинат болса да болады. Қыздар, міне енді ең мынандай қисық боп кеткен жерді өлшейміз. Міне приблизительно мынау 6 сантиметр. Сол үшін 7 сантиметр белгілейміз. Міне мына столдың түзулігі бойынша 7 сантиметр метка істеп кете береміз. Міне қыздар, 7 сантиметр мына столдан өлшедік. Міне 7 сантиметр. Міне 7 сантиметр. Полностью от кромки до кромки өстіп белгілеп аламыз да, өстіп линейкамен түзулеп шығамыз. Міне әзір бәріне метка беріп шығам, сосын көрсетемін. Міне қыздар, вот міне жайып алдым ровно. Бағана айтқандай, міне ровно 7 сантиметр столдан қойып, белгілеп, метка беріп, міне бір ровный полоса сызып алдым. Міне көрдіңіздер ме? Міне осыны әзір қырқсам, велюр түзу болып шығады. Міне қыздар, міне түзу болып қырқылды. Көрдіңіздер ме? Сызып алдым. Міне ровный.